страшного, мынау қандай государствода өмір сүріп жатыр. Өткізбей былай тұр, әлі былай тұр деп. Сен маңдар тұстана күресіп ана олар қалтаға түсіп ады, олар тұста шешсен. Соны қара шеш. Халыққа қараған. Аға. Қойшы аға. Қойыңыз. Қашып қалды. Жұмыс бар бәрімізде. Мен шындықты айттым, шындықты. Шындықты мен халқыма жаным ашиды. Бардак государство мынау. Милиция деген халықпен алысқан не мынау мүгедектер жоқ. Ұстаңдар ананы қалыңға қолға. Давай, кім ұстайды мені? Сонда. Қарам. Мұндан осылай қоймай. За сопротивление. Наши тоже пушим. Пошел. Еще потом отъезжай, собственно, отъезжай. Не успела спросить это. Что ты мне сделал? Давай, ногу сломал. Садимся, все, расходимся, все. Не отъезжай, назад вернись, один человек же. Фамилию задержанную скажите, а? Задержанную фамилию скажете потом? Сколько задержали? Статистику подскажете, да? Дадите список мне потом? Хорошо. Давай, вот стоят уже, орут. Давай все заберем, вот все орут. Потом вы скажете, да, мне статистику, чтоб я фактически достоверно перенесла. Қиналып кеткенсің. Мынау сен өздері халқыңа қарсы шығып отырсың. Мынау не деген емес, бәрімізді қазақпыз ғой. Бәрімізді қазақ, отанымызды жалын ашып жүрмін, отанымыз. Ертең балаларымыз қалай күн сүреді бұяқта? Өзіміздің елімізде. Үкіметті бәрі құлайды ол ертең, құлайды. Халыққа қарсы шыққандар. Автобус. Провокация нет, наразылығымыз. Міне қараңдар мына соборлар. Басып кетесің, басып кетесің.
пожалуйста, задержанных узнайте. Фамилия задержанных узнайте. Давай, Владимир, женщин. Altından alası, dumanı dağlara barışı. Yeni getirin Yüreğimiz avrat, yiyelim için yüreğimiz. Қытайды ол провинциясы болып бара жатыр, соны Қалай өмір сүреміз мынау деген. Әбден Қытайға қарайтын болдық бұл Қытайға. Қу болып кетеді бұларға. Қу болып кетеді Қытайға. Экспансия келеді. Завод салуға 55 заводты. Ол кезде уже кеш болады. Халыққа қарсы шыққандар. Біз сіздер үшін біз күресіп жатырмыз. Қазір балаларымыз құл болып жатыр. Немерелеріміз құл болуы мүмкін ертең. Қытай десе қаптаса бітті шаруамыз. Сен милиция екенсің, я сен бастық екенсің, сен әкім екенсің деп қарамайды олар. Бәріңді жаулайды. Сондықтан біріксеңдер, неге сендердің өздеріңіз қазір мына бейбіт шеруге өздерің келіп тұрсыңдар ғой, шырақтарым-ау, погон таққандар. Ертең сендерді мына неден көреді Қытайлар сразу жаулап алады ғой. Мына әуелде сендер қатысыңдар. Митинге келді. Сондықтан ұяттарыңызда қарашаш, халықтың көз жасына қалмасаңдаршы. Ешкім ештеңе бүлдіріп жатыр. Ештеңе біз бүлдіріп атқанымыз жоқ. Боқтап атқанымыз жоқ. Орынсыз балағаттанып атқанымыз жоқ. Ұяттарың қайда? Елге бір өзгеріс керек қой. Елге өзгеріс керек қой, шырақтарым. 50 жылда ел жаңа, 40 жылда қазан жаңа дейді шырақтарым. Ол дейтін қалай мынау енді? Мынау дейді совсем ұят мәселе. Өзіміз төбелестіріп қойып, анау отыр Назарбаев рақат. 200 миллиард ақшасы бар, сенің нағылсын. Ертең кетет, ана жас тоқалдарын салып алады, пошол. Айға кетеме, Марсқа кетеме білмейді. Сондықтан сендер кішкене сақ болыңдар мына халықты. Халықтың бірдей апарып жаба алмайсыңдар. Халықты тауыса алмайсыңдар. Халықты тауысу қиын. Аға, саламатсыздар ма? Акиматтың өкіліміз, тарауларын сұраймыз. Бұл жерде заңсыз жиналып кеттіңіздер ғой барлығы. Неге заңсыз? Конституцияда не жазылған айтшы. Сол себепті тарауларын сұраймыз.
тарамаған жағдайда құқық қорғау органдарымен күш қолданады береді қарай. А нересі Имеет право снимать всех без разрешения. Неге праваң бар сенің күш қолдануға? Себебі заңсыз ол үшін акиматқа 10 жылдың разрешение сұрау керек еді. Разрешение ешқандай түскен жоқ. Сендер права бар, а бізде қандай права? Менің жасым 70-ге келгенде, мен 70-ге келгенде, Қараудан сұрайым деп сұрақ. қару жоқ қой, қара мына шешілейін. Siz неге заңсыз дейсіз мына жиналыс? Заң бойынша 10 күн бұрын Тұра тұрыңыз. Конституция бар. Конституция ол біздің бас заңымыз. Конституция сәйкес жабы бойынша қарызу жинауға құқымыз бар. регламент береді ғой. Заң бойынша регламент береді. Регламент ешқандай жоқ. Әлем бойынша ешкім жерге сұрамайды дейсіз. Бейбіт қарусыз. Сіз не деп отырсыз мұнда? Сіз неге полицияларды қоршап қойып неге халықты қорлап отырсыздар? Полицияларға айтамын бәріңе. Бәріңе айтамын. Тарих қайталанады. 86-та желтоқсанға шыққан ағаларымыз. Ертең жауап қана бересіз. Жауып деп жарияланған халық қаһармандары. Халықтың қарғысына қалудан қорқыңдар. Полиция. Неге айтамын? Полиция. Қазақтар жиналыңдар. Жиналыңдар қазақтар. Қашаспайсың. Қазақтар. Отойдите. Yatların var mı? Akışların var mı? Работайте, работайте. Отпусти сама. Ой. Ayağına tak, ayağına. Ayağına tak. Ученая полиция. Руки! Руки нахуй! Руки! Руки, блядь! Здесь поймай. Вытащи здесь, поймай его здесь! Сюда, сюда, сюда! Сюда, закрой! Запись. Запись. Лицом сюда встаньте! Команда была лицом стать к автобусу. Город Активе, 22 февраля, район Акации, старая часть города. Город Активе, 22 февраля, район Акации, старая часть города. Не успеваю фиксировать. Что это? Лучше автомат возьми, застрели сразу. Причем тут автомат, ага? Для вашей безопасности говорю. Я для вашей безопасности просто говорю. А что делают митингующие? Стреляют, да?
Прямой эфир. Кто хочет, говорите. Город Актебе, 22 февраля. Район Акация. Ертең жаңалықтардан көрсетеді ертең азат. Сіз кімсіз деді мынау? Международная федерация журналистов. ДВК волонтер ма? Независимые журналистер ғой. Көрейін. Международный пресса. Азаттық процесс. Это не Азаттык. Это Это Международная федерация журналистов. Сіз кімге жұмыс істейсіз? На Международной федерации журналистов. Еще раз говорю. Сіз қазақсыз ба? Жоқ, мен деген бірдеме сұрап тұрсам түсінбей тұрмын ғой, түсінбегесін сұраймын ғой. Түсінсем сұрамаймын ғой, түсінсем сұрамаймын ғой. Типа журналист па? Жоқ. Қалай международный? Брюссель. А? Брюссель. Шын ба? Завтра рано или поздно Тоқай баған ертең бара ма? Қалай? Брюссельде болса, Брюссельге бармай ма? Қарапайым мемлекет. Жиырмаш мына жақта жоқ, еш нәрсе жоқ мында. Я сол төменмен жүріп жатыр, болмаса мына жермен жүріп жатыр болды. Ашық, барлығы ашық болып жатыр. Тек колхоз Чуть-чуть сделаю перерыв. На этом, по-моему, не заканчивается митинг. Люди все равно подходят.